Ғылымда летаргиялық ұйқы деген түсінік бар. Ол адамның ұзақ мерзімге ұйқыға кетуі. Летаргиялық ұйқы мен клиникалық өлім процесінің сыртқы көрінісі ұқсас болғанымен, айырмашылығы жер мен көктей. Клиникалық өлім сәті ең ұзақ дегенде 5 минутқа дейін ғана созылатын, бірақ адам өміріне қауіпті процестің бірі. Ал летаргиялық ұйқыға кеткен адам уақыт өлшемінен тыс болады және арақашықтық өлшемімен ажалдан босайды. Яғни адам ұзақ уақытқа дейін, мысалы 10-20 жылға шейін ұйықтап жата беруі мүмкін. Тарихқа үңілсек, түрлі жағдайлармен тірідей жерленген адамдар болған екен. Мәселен, Англияда ескі мазаратты бұзған кезде бірнеше табыттағы адамның сүйегінің теріс қарап етпеттеп жатқан белгілі болған. Сондай-ақ кезінде орыс жазушы Николай Гоголь летаргиялық ұйқыға кетіп қалатынын ескертіп, мүрдесі иістене бастамайынша денесін жер қойнына тапсырмауын айтып, өтініш қалдырып кеткен. Ұзақ жылдар өткен соң, Данилов шіркеуінің қасында жерленген ұлы жазушының мүрдесін тексеріп, эксгумация жасағанда табытының тырналып тасталғаны және ұлы қаламгердің сүйегінің етпетінен жатқаны анықталған. 1938 жылы бұл жағдайды барлық газеттерде сипаттап жазды. Ағылшын қызын жерлеу рәсімінде табытты жер қойнына түсіру барысында қиналған адамның дауысы естіледі. Діндардың қарсылығына қарамастан табытты ашады. Өліп қалған қыздың етпеттеп жатқанын, түрінде қорқыныш белгісі байқалып, қолдарында тырналған іздер қалған. Өкінішке қарай көмек кеш келеді. Бұл оқиға Англияға сабақ болып, тиімді жалғасын табады. Сол кезден бастап, қазіргі уақытқа дейін барлық британдық мәйітханалардың тоңазытқышы қоңырау ілінген жіппен жабдықталған. Егер біреу летаргиялық ұйқыдан ояна қалса, ол жіпті тартып, қызметкерді шақырады. 1960 жылдан бастап сигналды құрылғы жетілдірілді. Тоңазытқышқа жүрек белсенділігінің өзгерісін тіркейтін арнайы аппарат орнатылған, және ол сиренамен жалғанған. Словакияда табыттың ішінде заряд толтырылған ұялы телефонды бірге көмеді екен. Комадан шыққан немесе ұйқыдан оянған адам оның үстіне ең қолайсыз орында, мысалы табыттың ішінде жатса, ол оянған кезде бір нөмірді есіне түсіре ала ма жоқ па, әрине ол жағы да бөлек сұрақ. Бір қызығы, тірі өліктер соған қарамастан бәрін естіп, біліп жатады екен. Бірақ өзінің тірі екенін білдірту үшін не тілін, не бір жерін қимылдата алмайды екен. Петербург газеті хабарлағандай, 1910 жылы бір бай отбасында дүниеге келген қыз летаргиялық ұйқыға кетеді. Ата-анасы дәрігерлерді шақыртады. Олар қыздың денесіне ине тығып та, отпен күйдіріп те, мұрнынан ашатыр спиртін ескетіп те көреді. Алайда бәрі бекер болып шығады. Сондықтан дәрігерлер оны өлдіге санайды. Ата-анасы қызды жерлеуге дайындалып, табытқа салады. Алайда күннің ыстықтығына қарамастан қыздың денесі я шірімейді, я иіс те шықпайды. Қыздың ата-анасы бұл жағдайдан күдіктеніп, дәрігерлердің қателесуі мүмкін деп ойлап, басқа дәрігер шақыртады. Басқа дәрігер кіріп келген кезде, кенеттен ата-анасының көзінше қыз оң қолының кішкентай саусағын бүгіп, жаймен қимылдата бастайды. Сол кезде ғана дәрігерлер оның тірі жатқанын біледі және арнайы зонд арқылы тамақтандыра бастайды. 4 күннен кейін оянған қыз осы уақыттардың ішінде не болғанын айтып береді. Мен бәрін естідім. Бәрін көріп біліп жаттым, бірақ қолымды да, аяғымды да қимылдата алмадым. Менің денем өлі адамдардың денесіне ұқсап жатты. Мен аяғымды отпен күйдіргенде оны да сезбедім. Дәрігерлердің мені өлді деп айтқанын естіп, шошып кеттім. Атып тұрып, қашып кеткім келді. Бірақ тек қолымның саусағын ғана қимылдата алдым. Солайша тірілей жерленуден құтылдым деп басына өткен жағдайды айтып береді. Өлді деп көмген моласынан қайта тірі шыққан адамдар қазақ арасында да көптеп кездеседі. Бұрынғы медицина дамымай тұрған кезде көп дүмше молдалар өлім мен клиникалық ұйқыда жатқан адамды ажырата алмай өлдіге санай берген. Өткен ғасырда өмір сүрген Есенбай деген байдың анасы қайтыс болып, жерлеп,
сол түні өлікпен бірге көмілген алтын түс үшін моланы қайта қазған ұрылар тірі жатқан кемпірді көріп естерінен танады. Атақты америкалық жазушы өзінің «Тірідей жерленгендер» атты әңгімесінде былай деп жазған: тірідей жерлену әрине жұмыр басты пенденің пешенесіне жазылған азаптың ең ауыры екені сөзсіз. Ал мұның жиі, тым жиі болып жататынын ақыл-есі түзу адам әсте жоққа шығармайды. Өйткені өмір мен өлімнің шегі қалай дегенмен де алдамшы да белгісіз. Өмірдің қай арада бітіп, өлімнің қай арадан басталатынын кім айта алады? Ауырған кезде кеудеде тіршілік нышаны қалмайтын дерттің бар екені аян. Әйтсе де, әділін айтқанда, сол тіршілік әсте тыйылып та қалмайды, тек уақытша ғана үзіледі. Адам сырын ұғып болмас тіршіліктің күрделі механизмі бір сәтке ғана тоқтайды. Мезгілі жеткенде, сол көзге көрінбейтін құпия құдіретті күш сиқырлы қанаттар мен киелі дөңгелектерді қайта қозғалысқа келтіреді. Күміс жөрген мәңгі үзіліп, алтын шөлмек әсте сынбақ емес. Алайда, осы бір сәтте адам жоны қайдан пайда болады? Тіршіліктің жұмбақтары таусылмақ емес.